достар, сендермен KZBoy арнасы біз кезекті сериямызды жалғастырамыз. Бүгінгі біздің бөліміміз егістік ору. Мінекей біз егістікті егіп қойдық. Біз енді бөлімді бастаймыз. Әзірге барлығы шыққанда барлығын бірден орайық. Әзірге тұра тұрсын. Мына жерге егілмей кетіпті, қазір егіп қояйық. Керек жоқ болды. Біздің видеоларымызға лайк басыңыз және де комментарий қалдырыңыздар. Біздің видеоға лайк бассаңыздар, көп лайк болған сайын бізде тезірек видеолар шығып, каналымыз одан әрі дами түседі. Мен қазір анау егістіктер дайын болғанша мен екінші видеом, яғни осының алдындағы видеомда айтқандай, мына жерден мен тесіп, ары қарай бір бұлайнан жалғап порт үсте жеремін қазір. Порт, яғни қаяқтар тоқтайтын жер. Солай істе жеремін. Бізге қазір есік керек. Есіктен зомбилар кіріп кетпес үшін біз киіп алайық. Мінекей аламыз. Мына жерден бастайық. Мына жерді кейінірек алып тастай саламыз. Судың үстіне үй соғу қиын екенін білесіздер. Енді сәл ұзартып алайын. Керек емес жерлерін кейін алып тастай саламыз. Достар, егер сіздер менің видеомды телефонмен көретін болсаңыздар, дауысы шығады. Ал егер де компьютермен YouTube'ға кіріп көрсеңіздер, дауысы шықпауы мүмкін. Не үшін екенін өзім де білмей жатырмын. Мен мультфото жасайтын боламын. Яғни тегін емес, ақшаға 200 және 400 теңге аралығында. 200 теңге не үшін арзан дейсіздер? Өйткені мен 200 теңгелік ол бір адамның суреті, соларды жасаймын. Ал егер де ол бір адам толық денесімен тұрса 400 теңге болады. Ал екі адам толық денесімен тұрса 500 теңгеге дейін барады. Немесе сізде ақша болмаса, сізде орнына ВКонтактеде тобыңыз болса, YouTube каналыңыз болса, YouTube каналыңыз егерде 500 жазылушыдан асса, маған пиар жасайсыз да, мультфотоңызды аласыз. Яғни ақшаның орнына пиар. Ал егер де ВКонтактеде тобыңыз болатын болса, ол 1000-нан және 2000-нан асса. 1000-нан асса мен 200 теңгелікті жасаймын, яғни бір адамды жасап беремін. Бізде қазір маған ақша керек, өйткені мен пиар жасатуым керек, басқа да заттар, интро, солар жасатуым керек. Мен каналымды дамыту үшін пиар жасатып жатырмын. Мен өзімнің аккаунтымды бір балаға беріп, пиар жасатайын деп жатырмын. Егерде сіздердің каналдарыңыз болса, оған шапка керек болса, мен шапкада жасаймын. Ол да ақылы 200 теңге.
егерде YouTube шапкаңыз болмаса маған жасатыңыздар. Мен міндетті түрде жасап беремін. Біз қазір мына жерді алып шығайық. Оны мен кейінірек айта жазғанын істеп алайық. Опа. Садақшы. Зомбилер. Biz alıp sayımız. Hoppa. Sıkırttık daha da. Менің каналым, мен сіздерге тағы да бір нәрсе айта кетейін. Менің каналымда 10 жазылушы және де осы видеода 15 просмотр және 5 лайк жиналса, мен сіздерге программа арқылы ақша табуды үйрететін боламын. Сол туралы видеода шығаратын боламын, егерде мен жаңа айтқандай болса. Мыналар керек бізге. Менің жаңағы мультфото жасайтынымды достарыңызға айта жүріңіздер. Егерде олардың каналы болса, мен пиар жасатып, мультфото жасап беремін. Портты мына жаққа қарай жасайық. Достар, мен сіздерге тағы да жаңалық айтайын. Мен егерде біздің канал 100 жазылушы жиналса, мен міндетті түрде конкурс ұйымдастырамын. Ол конкурста егерде мен қысқасы мен аккаунт сатамын Clash of Clans'тан. Ол аккаунт Ратуша 8. Мен егерде менің каналым 100 подписчикке жетпей жатып аккаунтымды сатып жіберсем, конкурсқа басқа аккаунт немесе басқа нәрсе тігетін шығармын. Егерде ал конкурсқа мен аккаунтымды сатпай жатып мен 100 подписчикке жетсе, мен конкурсыма Ратуша 8 89 уровень 4 рабочий бар аккаунтымды тігемін. Сондықтан да мен аккаунтымды сатпай жатқанда тезірек адам жиналыңыздар, достарыңызды шақырыңыздар. Жер қиындау болып баратыр. Опа. Жерден газ. Бізге астынан керек болып. Мына жерімізді ала отырайық, мен кіріп кеткенше.
немесе мен қазір қаяқ жасап барып істейін. Күтіңіздер. Қаяқпен істеп көрейін. Болады. Қиындау болып баратыр сонда да. Біз бір жанын жасап алайық, сол кезде үстіне шығып қалған шетін жасай саламыз. Кешіріңіздер, хабарламама уведомление келіп жатыр. Маған тағы да кету керек болып тұр. Жоқ, сол жерден есік жасай салайық. Есік қазір бізде жоқ. Ашық тұра берсін. Қазір күндіз зомбилар кіре қоймайды. Атма. Менің видеоларыма лайк басыңыздар. Және де каналыма жазылыңыздар. Қазір бір қатар қосалсақ қосайық. Мінекей бір қатар қостық. Енді оны қоршаймыз. Қазір. Мінекей қоршау. Мына жерден кеттік. Осы жер. Мінекей. Мен сіздерге жаңағы айтқандай, егерде осы видеома 15 просмотр, 5 лайк, каналыма 10 жазушы жиналса, мен сіздерге ақша табу жолын
видео түсіремін. Ол әрине телефон арқылы да болады, компьютер арқылы да. Мен сіздерге бір нәрсе айта өтейін. Мен каналым тек қана летсплейлерге, ойындарға ғана арналмаған, басқа да кейін мен лайфхактар, влог барлығын түсіретін боламын. Сондықтан да менің каналыма достарыңызды шақырыңыздар. Мына мені орындап жасап тастаймыз сіз. Мынау керек болады. Опа. Ондықтан тастайық. Опа. Бұған енді отырмасақ та бұл енді сән болсын. Әдемі көрініп тұрсын. Мына жерге тағы да бір өзі жасайық. Oldu, oldu. Baltağımız da taşıp kaldı. Мен де жақын арада егерде каналымда 20 немесе 20-30 подписчик аралығында егер мақұл 20 подписчикке каналым жететін болса, мен мини конкурс ұйымдастырамын, яғни ода мультифото жасап беру мүмкін, сондайды басқа заттар жасап беру мүмкін. Мультифото егерде каналыңыз болса, шапка, ВКонтактеде тобыңыз болса, оған мен аватарка немесе есіміңізді сәндеп жазып беремін. Неге қайық тұр, бізге қайық шығарып тастаймыз. Қазір бізге күрек керек и қайыққа мінеге ақ қайық жасайтын ережелерден жасаймыз. Күрек керек сағылы. Жоқ, бізге палка керек. Қайық болды. Мынаны бізге түсіру керек болып тұр сәл. Мынаны бүйтеміз. Қалай түсірсем болады жерге қарай сәл. Керейден кейін сызыламыз. Кеттік, біз егістікті көріп кетейік. Мотыйда.
көп өсіп қалған сияқты. Алып кете берек шетінен кеттік. Жаңа видеода айтқанымдай 20 подписчикке жететін болса, мен мини-конкурс, егерде одан кейін 100 подписчик бар, 100 подписчикке жетсе мен үлкенірек заттай конкурс немесе ақшалай конкурс ұйымдастыру мүмкін. Мына піскендерін көріп тұрсыздар, өз алынатын кезгелері соны аламыз. Мен бұл пшеницаны анау малдарыма беріп, малдарымды да көбейттім. Мына жерде біреу алынып кеткен секілді. Біздің ендігі видеомыз қандай болсын, комментарияға жазамыз. Не істейік, выживание ойнайық па, творческий ойнайық па. Неге жинадық. Қазір осының бәрін малға береміз. Яғни малымыз көбейтеміз. Үстінен бастан құриды екен. Басқанда енді секіріп бастан ғана құриды екен. Соңғы қатар. Машин полтосты. Жинағымыз 64, тағы 44. Барлығы 108 болады. 44-тің барлығын берер, 44 пшеница. İşine göreyim. Havuzunda kішкентай қозылар шықты. Менің барлығы қанша екенін санамаппын өзімде. Негізі сиырларға бөлек беріп, сиырларды көбейту керек еді. Мына 64-тің барлығы бермейміз. Біз қалғанын береміз. Бұл адам яғымен. Берген. Что
Ver. Hiç çabamaya kaldım. Pozos ketedi. Kırşama koyup kaldı. Alan kim buldu? Kettik. Balta. Baltamı çok seviyorum. Bunları istedim. Neyse biz malımıza da verdik. Осы видеома 15 просмотр, 5 лайк және де каналыма 10 жазылушы жиналса ақша табу туралы видео түсіремін міндетті түрде. Енді қош сау болыңыздар. Ендігі видеомызда көріскенше.